Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Алланың қалауымен Рамазанның соңғы түндеріне де келдік. Аллаға сансыз шүкір мен мақтаулар болсын. Халық арасында Рамазанның соңғы түндері деген сөз қолданылып жатады. Бұл түндер қандай түн? Бұл түндер ықылас пен құлшылық жасайтын түндер. Айша анамыз, оған Алла разы болсын, бұл түндері әз пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, белін буып, балағын қаттырақ байлағанын айтқан. Яғни, көп құлшылық етіп, жақындарын да құлшылық жасауға шақырған. Ан-Насаи мен Ибн Мажадан жеткен хадисте Айша анамыз разиаллаху анха Рамазан айынан өзге айларда Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның бір түнде Құранда бастан аяқ оқып, таңға дейін намаз оқып, бір ай бойы ораза ұстағанын көрмедім деген. Өзге бір хадисте пайғамбар Рамазанның соңғы түндері жақындарының барлығын намазға оятатын, әрі өзі де ұйықтамайтын. Бұл түндері ол көп құлшылық жасайтын делінген. Имам Шафиғи Рамазан айының соңғы түндерінде құлшылықты арттыру сүннет болып табылады деген. Бұл түнде біздің құлшылығымызды арттыруға ынталандыратын ол Қадір түні. Бұл түн 1000 айдан, яғни 83 жылдан қайырлы. Бұл деген сөз, бұл түнін құлшылықпен өткізген адам 1000 айдай құлшылық жасағандай сауапқа кенеледі. Бұл Раббымыздың біздің үмметке берген нығметінің бірі. Анас ибн Мәліктің айтуынша, бірде Рамазан айы басталған кезде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айы келді. Бұл айда 1000 айдан да қайырлы түн бар. Кім бұл түнді бейқамдықпен өткізіп алған болса, барлық жақсылықтан құр қалды деген сөз. Кім осы түннің нығметінен құр қалған болса, ол адам нағыз құр қол қалған болады деген. Ғылымдар бұл түні жасалған жақсы амалдар 1000 ай бойы жасалған амалдардан қайырлы деген. Қадір түннің қаншасыншы түні болатыны беймәлім. Алайда хадистерге сәйкес соңғы 10 күндегі тақ түндердің біріне тура келеді. Қадір түнін Рамазан айының соңғы тақ түндерінен іздеңдер. Іздеңдер деген сөз оның белгілерін қарап отыру деген сөз емес. Керісінше, сол түні ұйықтамай құлшылық жасау дегенді білдіреді. Алланы еске алу, кешірім тілеу, дұға жасау, нәпіл намаздарын оқу, Құран оқу секілді құлшылық атқару. Айша анамыз радиаллаху анха Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассаламнан бұл түні қандай дұға оқу қажеттігін сұраған кезде, Раббым, расында сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, ендеше мені де кешіре көр деген дұғаны оқуға кеңес берген. Кім Қадір түні Алланың разылығынан үміт етіп, нық сенім мен құлшылық жасар болса, ол адамның өткен күнәлары кешіріледі. Соңғы 10 күндегі сүннетке ықтикаф та жатады. Айша анамыз радиаллаху анха Алла елшісінің Рамазан айының соңғы 10 түнінде мешітке кіріп, жалғыз қалған жеткізген. Әз елші саллаллаху алейхи уассалам осылай жасауды өмірінің соңына дейін жалғастырған. Сонымен қатар, Абу Хурайра радиаллаху анха Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның әр жылғы Рамазанда ықтикаф жасайтын, өмірден озатын жылы 20 күн бойы ықтикафта болған деген. Ықтикаф рухани азық жинауға көмектеседі. Өмірің жайлы ой жүгіртіп, болашақты бағамдап, өткеніңді есіңе түсіреді. Ықтикаф сабырлы болуға және рухыңды, табандылығыңды тәрбиелейді. Мұсылман адамның жаратушысына жақын болуына, дүниелік уайым қайғыны бір сәтке болсын ұмытуға жәрдемдеседі.
Әсіресе соңғы 10 түнде жомарттық таныту өте маңызды. Бұл Рамазан айының маңызды сүннеті. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы уақытта ерекше жомарттық танытқаны белгілі. Имам Ан-Науаи Рамазан айында жомарттық таныту қажет, әсіресе соңғы 10 түні. Осылай біз Алла елшісінің сүннетін орындаған боламыз. Сонымен қатар, қасиетті айда жасалған амалдардың сауабы еселеніп жазылады. Бұл айда көпшілік құлшылыққа көп мән беріп жатқан кезде, кейбір мұқтаж жандарға көмек қажет болуы мүмкін деген. Соңғы 10 түндегі жасалатын сүннет амалдар анық әрі түсінікті. Алайда, бұл түндегі атқаратын амалдар мен құлшылықтарға берілетін сауапты тіпті елестету мүмкін емес. Сондықтан да ақыретіміз бен өміріміздің соңы жақсы болуы үшін осы түнде берілген мүмкіндіктерден құр қалмайық. Алла баршамызға разы болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.